Всем привет! Сіздермен бүгін IDX. Бүгін мен кішкене кешіректе ұйқыдан тұрдым. 7:30-да ұйқыда тұрып қалдым, бірақ та деген бүгін наурыздың күні болғандықтан асықпай мектепке баратын болдым. Осылай таңертең завтракмен нан мен қаймақ жеп алдым. Осылай завтракты осылай бастадым. Және де өзімнің киімдерімді киіп школаға бардым. Школаға барған кезде менің лук озатайым, яғни осындай болды. Шекелік, сосын басқа да украшениялар тақтым. Және де біз ойын ойнадық. Сол ойында мен деген басты рөлді сомдайтын, сондай бір ойын болып жатыр. Арқан тартыс осылай дегенде сырханымызды жинап, деген кезде бір меніңше біз деген барлығымыз ораза емеспіз, ал бір ғана бала ораза болды да, ол бізге қарап отырды бір меніңше. Жаңа баланы келін қылдық, сонымен істеп мен наурыз бітті, сонымен үйге қайттым. Дала бізде погода ашықта болды, таңертең кішкене салқында болған болатын. Сосын біз бүгінгі ужинға осылай манты дайындап қойдық, бірақ та пісірмейміз, просто дайындап қойдық, кешке ужинға пісіретін қылып. Сосын мен етсіз, рожки қурамын деп ойладым. Рожки емес, басында картошка қурамын деп ойладым, бірақ та деген оның суы көп болып кетті. Сонымен деген оны рожки қылып жібердік, то есть лагман қылдым. Видео түсіріп жатқам, о негізі let's go деп айтатын әше. Осылай жуамды турап, істіп турап қойдым. То есть мен кішкентай досқа алдым, потому что үлкен досқа алған кезде мен только еттерге байланам, сондықтан да кішкентай досқа байландым. То есть картошкалерді соған пайдаланған негізі дұрыс. Осылай мен өзімнің тамағымды дайындап аттым. Сөйтіп 1, 2, 3 опа! Осылай бүткіл жерді бүлдіріп, сонымен өзімнің дым болмағандай тамағымды жеп артын жинастырып сөйтіп істедім. Аллаға шүкір, мама дым ұрысқан жоқ бар ғой мә. Ну, то есть енді бетіме батады ғой, бәлем неге олай деген сияқты. Сөйтіп мен үйде барлықты адамдарға уже жасап тастадым. Енді өзімнің үйімді жинастырып алдым. Жоғарыдан бастап төменге дейін емес, тек қана төмендегі ванна, коридор, сол комнаталарды, кухняларды жинастырып алдым. Бүгін ужинға мен плов пісірем деп шештім. Енді ристі мен 5-6 рет, 7-8 рет жодым. Сөйтіп естіп плов емес рис болып шығып кетті. Осы тамақты жеп алғаннан кейін өзім шкаватын дізінері көрсетейін шештім. Сөйтіп барып жоғардың комнатамды барып жуып келдім де, сосын осылай далаға шығып кеттік. Біз деген менің папамның апасының үйіне баратын болғандықтан осылай кетіп қалдық. Оның үйіне бардық, олар көшіп келгендіктен, үйлер осылай кішкене ескілеу болғандықтан сонда да бара бердік. Біз ауызашарға шақырды. Сол кезде мен күшті бір кітаптарды көріп қалдым, ғашық болып қалдым. Ана кітаптарға мен ағам Қазтайықтан беретін ғой. Осы менің әпкемнің ұлы сол көшпенділер деген кітапты оқып көріп, сөйтіп деген оны оқуға уақыт болмай, сөйтіп осылай ет жедік. Ананың қасында деген капустасы бар. Солмен осылай мен өзімнің братанымды фотоға түсіріп алдым сендерге. Естіп үйге қайттық, сарықты алдық, сонымен бетімді жуып, өзімнің ұхуатымды гидротерапиямен түсірдім. Сосын мама екеуміз қышынып, екеуміз шай ішкімізге кетті. Естіп шай іштік, мен өзімнің қолымдағы салған маникюрімді көрсетдім сендерге. Мына мандариннің дәмі бар ғой, прямо керемет. Сахар қоса ма білмеймін, әйтеуір. Зависимость қояды, бар ғой, дәмі прямо күшті, қайта жібергім келеді ананың дәмі деген. Бір-бірлеп жеген айтшы, маған әже күшті. Естіп перекосын. Сөйтіп мен өзім үйдің бәрі жинастырғаннан кейін, негізі кайф ол деген үйді жинастырып содан кейін өзім суға түскеннен кейінгі кайфқа өстіп сендерге заттарымды көрсеттім. Вот енді пешеход, то есть бетім қол кетті, не болды өзі, сондай бірдеңе, осылай суға түсіп алдым. Ай-ай, güzel, çok güzel дейтін музыкаға видео түсірдім, тиктогымда қарандар. Сосын өзімнің ініммен осылай тренд түсірдім. Мына жерде музыкасы болу керек, бірақ музыкасын алып тастадым. Авторный прав деген нәрсе бар ғой ютубта, сондықтан да алып тастадым. Осылай екеуміз күшті қылып видео фото түстік. Бұл деген жылай берді, қайта телефон бер деп, бірақ оған берген жоқпын. Осылай трендіміз болды. Всем пока!